Саламатсыздар ма студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тұрақты электр тоғы, ток күші, электр қозғаушы күш, өткізгіштің кедергісі, Ом заңы. Сабағымыздың мақсаты электрлік шамдардың анықтамаларын, бірліктерін өлшейтін құралдарды білу, алған білімдерін қорытындылау, тұрақты ток заңдарын білу, білімдерін тұрмыста, техникада күнделікті қажеттілікке қолдана білуге үйрету. Сабағымыздың жоспары: тұрақты электр тоғы, ток күші, электр қозғаушы күш, өткізгіштің кедергісі, Ом заңы. Электр өрісінің әсерінен өткізгіште бос еркін электрондар және иондардың реттеліп бағытталған қозғалысы біз электр тоғы деп атаймыз. Бос еркін электрондарды немесе иондарды беретін электр тоғын өткізетін заттар өткізгіштер деп аталады. Электр тоғының пайда болуы үшін мынандай шарттар орындалу қажет. Берілген ортада еркін ток тасымалдаушылардың, яғни ортада реттеліп қозғалатын зарядталған бөлшектердің болуы. Екінші, берілген ортада энергиясы электр зарядтарының реттелген қозғалысына жұмсалатын сыртқы электр өрісінің болуы. Осы екі шарттың орындалуы үшін орындалғанда электр тізбегі құрылады. Электр тізбегінің негізгі бөлігіне ток көзі, жалғағыш сымдар, тізбектеліп қосылып, қосатын, ажырататын элементтер, ток және тұтынушылар жатады. Мына схемада берілген, яғни кернеу, ток күші және кедергі. Тоқтың әрекетін бағалау үшін ток күші деп аталатын физикалық шама енгізіледі. Яғни оны И әрпімен белгілейміз. Өткізгіштің көлденең қимасы арқылы бірлік уақыт ішінде қандай да бір заряд өтетінін көрсететін физикалық шаманы біз ток күші деп атаймыз. Яғни оның формуласын мына түрде өрнектейміз. И тең болады дельта Q бөлінген дельта Т. Ток күші өлшем бірлігі ампер. Яғни И тең болады үлкен А әрпімен белгілейміз есеп шығарғанда. Егер ток күші мен оның бағыты уақыт бойынша өзгеріссіз қалса, онда электр тоғы тұрақты электр тоғы деп аталады. Тұрақты ток үшін формуланы былай жазамыз. И тең болады Q бөлінген Т-ға. Егер ток күші мен оның бағыты уақыт бойынша өзгеріссіз қалса, онда электр тоғы тұрақты электр тоғы деп аталады. Тұрақты ток үшін біз формуласын айттық, жазып кеттік. Зарядтың ток көзінен алған электр энергиясының ток көзінің ішкі құрылысына тәуелділігін сипаттайтын шама, біз оны электр қозғаушы күші деп атаймыз. Және оны ЭХК деп белгілейміз. Ток күшінің электр қозғаушы күшін бірлік оң зарядты тасымалдау кезінде тосын күштердің атқаратын жұмысымен өлшейді. Яғни оның формуласы Кс тең болады бөлшек А бөлінген Q-ға. Халықаралық бірліктер жүйесінде, яғни системасында электр қозғаушы күшінің өлшем бірлігіне 1 вольт алынады. Сонда 1 вольт тең болады 1 джоуль бөлінген кулонға. Тізбек бойымен өтетін токқа өткізгіштің кедергі жасау қасиетін сипаттайтын шаманы біз кедергі деп атаймыз. Ток күшінің кернеу мен кедергіге тәуелділік заңын 1827 жылы Ом ашты. Тізбек бөлігіндегі ток күші осы бөліктің ұштарындағы кернеуге тура пропорционал, өткізгіштің кедергісіне кері пропорционал болады. Яғни формуламен өрнектейтін болсақ, И тең болады О бөлінген Р. Сонымен кернеу, ток күші және кедергіні біріктіретін теңдеу бұл Ом заңы деп аталады.
Ом заңы 1 ом тең болады 1 вольт бөлінген амперге. Ом ұштарын, яғни 1 ом ұштарының арасындағы кернеуі 1 вольт болғанда, бойынан 1 ампер тоқ өтетін өткізгіштің кедергісі. Өткізгіштің кедергісі оның L ұзындығына, S көлденең қимасының ауданына және жасаған материалдың қасиетіне тәуелді болады. Сонда формуласы R тең болады көбейтілген 1 бөлінген L бөлінген S. Мұндағы ρ өткізгіштің материалының меншікті кедергісі. Меншікті кедергі өткізгіштің бірлік ұзындығы және көлденең қимасының бірлік ауданымен анықталатын физикалық шама. Тұйық тізбектегі тоқ күші тоқ көзінің электр қозғаушы күштің шамасына кері пропорционал және тізбектің ішкі сыртқы кедергілерінің қосындысымен анықталады. Толық кедергіге кері пропорционал болады. Сонда E тең болады кіші бөлінген R, үлкен R плюс кіші R. Мұндағы кіші R тоқ көзінің ішкі кедергісі.